болсын деп, мен Азамат пен Женяға микрофон тізгінін ұсынайын. Ал енді сол тілекті сіздер жақсылап бір тыңдаңыздар. Дорогие наши родственники, родные, близкие, друзья, хочу вам сказать спасибо. Вернее, мы хотим вам сказать спасибо за то, что вы пришли на сегодняшнее наше мероприятие, посвященное нашему ребеночку. За то, что вы пришли с нами разделить наше счастье и пожелать все ваши добрые пожелания, все услышанные, и за это благодарю вас, да, то есть все ваши пожелания, они сказанные от души, за это вам большое спасибо. Мы очень рады всех видеть, спасибо, что пришли. Вот. Надеюсь, в следующий наш праздник вы тоже обязательно будете вместе с нами встречать. То есть это ближайшее, да, то есть в ближайшее время нашего ребенка. Вот, спасибо вам большое. Ал міне бүгін біздің қуанышқа, тойымызға жиналған туған туыстарымыз, құдалар, апаларымыз, ағаларымыз, жиендеріміз, нағашыларымыз, достарымыз, құрбыларымыз, бәріңізге мыңнан бір рахмет. Осындай біздің асқа кеп, тойға кеп, қуанышымызға ортақ болып атқаныңыздарға. Енді өзім ойымша ойлаймын, бәрі жақсы болды, көңілдеріңізге бәрі тасты, асты деп, жаман да болса жақсы болып көрінсін. Денсаулықтарыңыз бәріңіздің мол болсын, үйде бақыт болсын, біздің той сіздерге де жұғысты болсын. Осылай кездескен жеріміз әрқашанда үлкен дастархан жайылсын, бұл тоймен қалмасын. Сол мыңдан бір рахмет айтамыз әке-шешемізге, міне бізді осылай осындай күнге жеткізіп отырған. Бұндай да күн бар.